Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сіздермен бірге байланысты мен Әлібек ағай. Қазақстан тарихымыздың кезекті видео сабағы және бүгінгі тақырыбымыз, құрметті оқушылар, бұл Ыбырай Алтынсарин атамыз жайлы болмақ. Ендеше сабағымызды бастайық. Енді Ыбырай Алтынсарин білесіздер, ұлы ұстаз және ұлы ұстазымыз 1841 жылы Қостанай облысында дүниеге келген болатын. Енді Ыбырай Алтынсарин атамыздың шын есімі негізі Ибрагим болып саналады. Және де Ыбырай атамыз жастайынан әкесінен ерте айырылып, атасы атақты би Балғожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленген болатын. Және де осы атасының арқасында ғылым білімге құштарлығы оянды. 1857 жылы, мына суретте көріп отырсаңыздар, мына суреттегісі бізде Ыбырай Алтынсарин атамыз арнайы осы 1857 жылға барып, осы суретті мен фотоға түсіріп сіздерге қазір әкеп отқан жайым бар. Және де 1857 жылы Ыбырай Алтынсарин Орынбор шекара комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітірген болатын. Енді ол кезінде әкесі алтын белгі сияқты медальдар болған екен, және де мектепті алтын медальға бітірді. Енді бізде сұрақ болады, Ыбырай Алтынсарин мектепті қай жылы бітірді десеңіздер, 1857 дейміз. Қай мектепті бітірді десек, Орынбор шекарасы комиссиясы жанындағы мектепті бітірді деп жауап береміз. Мектепті аяқтағаннан кейін ол атасының қасына кеңсе қызметкері болып 3 жыл жұмыс атқарды. Бізде сұрақ болады, ол неше жыл облыстық басқармада кеңсе қызметкерін атқарды десеңіздер, 3 жылдың ішінде кеңсе қызметкері қызметін атқарған болатын. 1859 жылы Ыбырай Алтынсарин тілмаштық қызмет атқарды. Тілмаштық қызмет дегеніміз переводчик болды, переводчик. Яғни ол көбінесе орыс қазақ тіліне перевод жасауды. Яғни мысалы кейбір орыс зерттеуші Қазақстан жеріне келген кезде енді ол қазақ тілін білмейді ғой, ал қазақтар орысша білмейді деген сияқты осындай тілмаш қызметін атқарды. Тілмаш деген қайталап өтем, переводчик деген мағынаны білдіреді. Ыбырай атамыз біздің орыс, араб, татар, парсы тілдерін жетік меңгерген болатын. Жалпы айтқанда 200 жыл бұрын аталарымыз қараңыздаршы, бірнеше тілді меңгерген. Қиын деген орыс тілі, араб тілін өзі меңгерген болатын. Ал біз қалай? Біз қазір 21 ғасырда өмір сүреміз. Әрбір қазақ баласы мектепте білім алады, еще тегін. Қалаған университетіне оқуға түсе алады. Не көп курс көп, не көп ағылшын тілінің бағдарламалары көп, не көп ағылшын тілінің кітаптары көп. Бірақ өкінішке орай біз қазақ тілі, орыс тілімен ғана шектеліп қаламыз, ағылшын тілін үйренгіміз келмейді. Сондықтан да құрметті оқушылар, құлақтарыңызға алтын сырға, Әлібек ағайларыңыз мысалы енді мақтанғаным емес, мен кәдімгі кезінде испан, қытай тілін, ағылшын тілін қинап оқытқызып қойған болатын. Және де мен өзімді сол қинап оқытқызып қойған ата-анама және ұстаздарыма рахмет айтамын. Неге? Өйткені қарапайым кітаптарды ағылшынша оқи аламын, қытайлықтармен қытайша сөйлей аламын деген сияқты, испан достарымен испанша сөйлесе аламын. Сондықтан да мен мақтанғанайын деп тұрған жоқпын, просто сіздердің көп тіл білулеріңіз сіздерге көп мүмкіндік ашады. Сондықтан да тіл білуден, тіл үйренуден кәдімгідей таймаңыздар. Өйткені бірнеше тарихи тұлғаны өтіп отырық, әрқайсысы бір тілмен ғана меңгеріп қоймаған, бірнеше тілді меңгерген болатын. Енді 1860 жылы, яғни бізде облыстық басқарма деген бар. Облыстық басқарма Ыбырай Алтынсаринға міндетті бір миссия, маңызды миссия берген болатын. Яғни облыстық басқарма Ыбырай Алтынсаринға Торғай қаласындағы қазақ балалары үшін бастауыш мектепті ашуды тапсырған болатын. Және де Ыбырай Алтынсарин Торғай облысында, Торғай қаласында бастауыш мектепті ашты. Және сол бастауыш мектепте орыс тілінен сабақ берді. Бізде сұрақ болады, Ыбырай Алтынсарин бастауыш мектепті қашан ашты десеңіздер, 1860 жылы. Бастауыш мектеп дегенде 1-ші класстан 4-ші классқа дейін ғой, дұрыс па? Сол бастауыш мектепті Ыбырай Алтынсарин кәдімгідей 1860 жылы ашты. 1864 жылы ол қазақ балаларына арналған интернаты бар мектепті ашты. Интернаты бар мектеп дегеніміз, яғни мектептің қасында жатақханасы бар, сол жатақханада оқып, жатақханада жатып мектеп оқыған болатын. Және интернаты бар мектепті 1864 жылы ашқан болатын. 1868 жылы Торғай уездік басқармасына іс жүргізуші қызметіне орналасты. Бізде сұрақ болады, Торғай уездік басқармасына іс жүргізуші қызметіне қашан орналасты десеңіздер, 1868 жылы. Ал енді 2012-ден бері келатқан бір сұрақ бар, яғни ол Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне қашан атқарды десеңіздер, тағайындалды десеңіздер, 1879 жыл. Бұл 2012-ден бері ойбай, андай бітпей атқан сұрақта, 1879 жылы мектеп инспекторы қызметін алған болатын. Енді Ыбырай Алтынсарин атамыз жалпы қазақ ауылдарын жиі аралап тұрды.
Ырғыз, Николаев, Торғай, Елек сияқты уездерде жиі барып тұрды да, сол уездерде екі сыныптық орыс қазақ училищесін ашқан болатын. Бізде сұрақ болады: Ырғыз, Николаев, Торғай, Елек уездерінде не ашты десе, құрметті оқушылар, не ашты? Екі сыныптық орыс қазақ училищесін ашқан болатын. Жалпы Ыбырай атамыз біздің грин флаг қой. Неге? Өйткені ол қыздар мүддесінде қатты қорғаған болатын. Естеріңізде болса, біз айтқан болатынбыз, алғашқы білім беру, ғылым деген видео сабағымызда. Бізде көбінесе біздің көптеген дана тарихи тұлғаларымыздың көбісі енді молдаларда оқып, молдардан хат таныған болатын. Ең алғашқы сүрелерін сол молдалардан таныды. Ал енді қыз балаларымызға қатты көңіл бөлмей жатты. Өйткені медреселерге қыз балаларды сол кезеңде почему-то оқуға тыйым салды. Ол қазір ғой медреселерде қыз балаларды оқи алады, ер балаларды оқи алады. Нұрмүбарак деген университетте қыз балаларды оқи алады, ер балаларды оқи алады. Ал почему-то сол кезеңде тек қана ер балалар ғана оқыды. Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин жоқ, қыз балалар тек қана келіндік қызмет атқармау керек. Қыз балалар бұл құл емес, күн емес. Олар да білім ғылымға құштар болу керек. Жігіттің жақсысы нағаштан, ағаштың жақсысы, бұтақтың жақсысы ағаштан демекші. Яғни біз болашақ аналарымызға қатты көңіл бөлуіміз керек деп, яғни қыздарға білім берудің негізін салған болатын. Әсіресе ең алғаш Ырғыз жерінде кәдімгі қыз балаларға білім берудің негізін салды. Ендіге құрметті оқушылар, бізде жаңа айттық қой, Ыбырай Алтынсарин орыс қазақ мектептерін ашты деп. Енді орыс қазақ мектептерін ашқаннан кейін орыс қазақ мектептеріне не керек болды? Кітап керек болды. Сол үшін Ыбырай Алтынсарин атамыз біздің қырғыз хрестоматиясы және қырғыздарды орыс тіліне үйретуге негізгі басшылық деген оқу құралын жазған болатын. Бізде сұрақ болды: Ыбырай Алтынсарин орыс алфавиттері негізінде қандай кітаптар жазды десеңіздер, қырғыз хрестоматиясы және қырғыздарды орыс тіліне үйретуге деген басшылық деген оқу құралды жазып шыққан болатын. Орыс алфавит дегенімізде, мысалға мен презентациядағы сурет, презентациядан жазулар бар емес па? Бұл бізде орыс алфавиті, кириллица деп аталады. Біз әлі күнге дейін орыс алфавитті әлі күнге дейін қолданамыз, мысалға ше. Ал Ыбырай Алтынсариннің уақытында көбінесе төте жазумен, араб алфавиттерімен көп жазатын. Сондықтан да араб алфавиттерін емес, енді орыс алфавиттерін алғашқылардың бірі болып Ыбырай Алтынсарин хрестоматия және де тіл үйретуге негізгі басшылық деген оқу құралдар жазған болатын. Енді Ыбырай Алтынсарин бізде сондай-ақ этнограф, ғалым этнограф болған болатын. Ғалым этнограф дегеніміз, яғни халықты зерттеп, халықтың әдет-ғұрыптарын қатты зерттеген болатын. Енді Ыбырай Алтынсарин бір қатты ұзақ бір еңбегі бар. Ол қандай еңбек десеңіздер, қараңыздар. Орынбор ведомствосы қырғыздарының құда, яғни қырғыздардың құда түсу мен үйлену тойы кезеңдегі әдет ғұрыптарының очеркі деген еңбек жазған болады. Және осы очеркісінде ол біздің қазақ халқының үйлену тойлары, осы қазақ халқының үйлену тойларында қандай бізде әдет ғұрыптар, отқа не үшін май құяды, не үшін енеге мен атасына сәлем береді деген сияқты әдет ғұрыптарды осы очеркте жазған болатын. Енді Ыбырай Алтынсариннің осы тек қана бірақ мақаласы емес, бірнеше өлеңдері, еңбектері бар еді. Мысалға Ыбырай Алтынсариннің бізде Азған елдің билері, әй достарым, әй жігіттер, ана, кел балалар, оқылық сияқты өлеңдері бар. Енді әй жігіттер, әй достарым десеңіздер, сразу жаттап алыңыздар. Әй деген сөзді Ыбырай Алтынсарин қолданған екен, және кел балалар, оқылық деген өлеңді де осы енді Ыбырай Алтынсаринді бұрыннан бастап алфавиттен ең алғаш әліппені қашан қолға үйрендік, осы Ыбырай Алтынсарин несін тақпағын жаттаған шығармыз. Және Азған елдің билері, кстати, Азған елдің билері 2023 жылы келген болатын. Көбісі бұсыны Абайдың өлеңдері деп ойлап қалады екен. Жоқ, құрметті оқушылар, Азған елдің билері осы біздің Ыбырай Алтынсариннің еңбегі болып саналады. Бізде Ыбырай Алтынсарин орыс географиялық қоғамына мүше болды, және орыс географиялық қоғамның именно Орынбор бөлімінің толық мүшесінен қабылданған болатын. Бізде сұрақ болады: орыс географиялық қоғамның Орынбор бөлім мүшесіне кім енді болды? Ыбырай Алтынсарин. Естеріңізде болса, осы орыс географиялық қоғамына тағы да бір біздің қазақ этнографымыз мүше болған еді. Кім еді? Дұрыс, Шоқан Уәлиханов атамыз да осы орыс географиялық қоғамының мүшесі болды. Енді бізде сұрақ болады: Шоқан Уәлиханов атамыз кімнің арқасында мүше болды десе, Семенов Тәншанскийдің арқасында мүше болды. Ал енді Ыбырай Алтынсарин кімнің арқасында осы мүшелікке енді, оны бізде кітапта жазылмаған. Енді
Ыбырай Алтынсарин көбісі айтуы мүмкін, ол патша үкіметінің қолшоқпары болды, патша үкіметіне қызмет жасады. Ыбырай да, Шоқан да патша үкіметіне қызмет атқарды. Бірақ та ол кісілер патша үкіметіне қызмет ету арқылы қазақ халқының мүддесін қорғағысы келді. Яғни Ыбырай Алтынсарин патша үкіметінің жергілікті халыққа жасайтын қысым айыптап отырды. Оған дәлел ретінде 1880 жылғы Оренбургский листок деген газетінде мақала шыққан. Сол мақалада ол орыс империясы сендер уақытша ережеде жазылған сайлау тәртібін бұздыңдар деп орыс империясын істеген болатын, айыптаған болатын. Бізде ұбт базасының сұрақ келуі мүмкін. Яғни Ыбырай Алтынсарин патша үкіметін кәдімгідей айыптады қай жылы десе 80 жылы, яғни 1880 жылы, және де қандай мақала десеңіздер Оренбургский листок деген газетінде айыптаған болатын. Енді Ыбырай Алтынсарин өзінің газетінде осындай бір керемет сөздер жазған болатын. Мен түбегейлі терең сеніммен туған халқыма шамамның келгенімше пайдамды тигізсем деген ниетімнен ешқашан бас тартпаймын деген ақпараттарды қалдырған болатын. Енді Ыбырай Алтынсаринға байланысты мынандай кесте бар бізде, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың Қабылдинов деген кітабында, яғни бұл кітабында бізде Ыбырай Алтынсарин не істеді деген сұрақ болды. Ыбырай Алтынсарин жастарға темір жолдар мен электр қуатын, егіншілік кәсібінің, телеграфтың және әртүрлі қолөнердің пайдасы туралы түсіндірді. Қолөнер және ауыл шаруашылық училищелерін ашуға көп күш-жігер жұмсады. Қолөнер кәсібі, бау-бақша егу, мал өсіру және диқаншылық жөнінде жазылған оқу құралдарын іздестірген болатын. Қазақ жастарын тері илеу, сабын қайнату, май шайқау және кірпіш күйдіру, ыдыс жасауды үйретуге тырысты. Сондай-ақ жастарға жаңа машиналарды қалай пайдалану керек, ауру малдарды қалай емдеу керек және зиянды жәндіктерге қалай қарсы күресу керек сияқты тәсілдер үйреткен болады. Яғни ол тек қана білім ғылыммен ғана емес, сондай-ақ біздің жастарымыздың жаңа бағытта оқығанын қалаған болатын. Енді Ыбырай Алтынсаринға давай байланысты осыны сұрақ. Ыбырай Алтынсаринға мектеп ашу тапсырған өңір десе, бұл әлбетте Торғай өңірі, Торғай өңірінде мектеп ашқан болатын. Екінші сұраққа жауап берейік. Қырғыз-қазақ хрестоматиясында оқулығын жазған ағартушы педагог. Қырғыз-қазақ хрестоматиясында әлбетте бізде Ыбырай Алтынсарин жазды. Туған халқыма шабамның келгенше пайдамды тигізсем деген ниетімнен ешқашан бас тартпаймын деген тұлға, бұл бізде Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсариннің қазақ әдебиетінде алар орны, қазақ роман жанры негізін қалдырмады, қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушы, қазақ жоқ. Енді бұл жерде бізде құрметті оқушылар қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушы деп жазсақ болады. Және соңғысы, Ыбырай Алтынсарин өміріндегі оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаймыз. Давайте. Торғай уездік басқармасында іс жүргізуші болып қызметке тұрды. Торғайда қазақ балаларына бастауыш мектеп ашты. Қараңыздар. Мектеп инспектор қашан болды? 1879-да болды, дұрыс па? Уақытша ережеде сайлау тәртібін бұзды деп айыптады. 1880 жылы болды бұл. Бастауыш мектепті ашу тапсырылды. Қашан? 1860 жылы болу керек. Давайте бірге қарап шығайық. Міне. Міне 1860 жылы, көріп отырсаңыздар, 1860 жылы Торғай қаласында қазақ бала үшін бастауыш мектепті ашты дейді. Көрдіңіздер ғой? Мына қарайық, интернаты бар мектепті ашты 64-те, іс жүргізуші қызметті атқарды 68-де, 79-да не болды? Торғай облыс мектептерінің инспекторы болды. Демек 60 жыл қазақ балаларына бастауыш мектеп ашты, және де уездік басқармасы іс жүргізуші қызмет атқарды. Іс жүргізуші қызметі қашан атқарды? Міне 68-де. Демек, бұл жерге де құрметті оқушылар 68 деп жауап береміз. 1868. Енді сәйкесіндірейік. 2, 1, 4, 3. Яғни бұл бізде А варианты екен. Міне құрметті оқушылар, бүгінгі Ыбырай Алтынсаринға байланысты видеосабағымыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған Әлібек ағай, келесі видеосабақта кездескенше қош аман саулықта жүздесейік.